Barchangizga salom do'stlar. Bugun bizga birinchi mavsum. Және де bugun menga so'nggi qo'ng'iroq. Men 9-sinfni bitirdim. Bizning maktabda bugun Olmota bo'yicha ama bilmayman. Tek qana 9-sinf bilan 11-sinf o'qituvchilarga so'nggi qo'ng'iroq bo'ladi ekan bizning maktabda. Barliq maktabda. Және de bugun bizning maktabga Olmota qalasining hokimi keladi. Men sizga aytdimmi, aytmadimmi, biroq endi 2 yildan keyin bizning maktabga 100 yil bo'ladi. Sho'qan Valixonov atындағы мамандырылған мектеп. Olmota qalasida eng alg'ashqi қазақ мектебі. Және де 100 yil bo'lgan кезде biz 11-sinf o'qитын bo'lamыз. Men park bo'yicha kelib жатырмын. 28-parkda. Endi bugun meni vlog bo'ladi. So'ndықтан dostlar, tez-tez aktiv жинасақ, kommentariyalar qoldirib, like bosib, подписаться etib. Dostlar, men sizlarga o'zimning lukimda ko'rsatdim. Menda осындай рубашка, qo'limda saat, sumkam bor o'zimмен birga. Осындай сумкам. Hozir уже где-то 5 minutdan keyin уже 8 bo'ladi. 8da bo'lishimiz kerak. Biroq men unemy kechikib istab yuraman. Kechikib desam, nereye bo'lmayman. Unemy maktabga kechikib kelaman. So'lishni apalardan o'rsizim. Где baribir kechikam. Do'stlar, so'sin oyog'imda menda yubka, oyog'imda I like that. Қараңдар. Аны келді. Ауылды шалы және ұндатпа, құдай берген. Бақытты балалық мекен атты салтанатты жиынға қош келдіңіздер. Birinci əski buluşlara, qarşılamızlar sınıf жетекшісі Мұхамедиева Жанар Ақтиқызы. Бұл сыныпта 28 оқушы, соның ішінде алтын белгіге үміткерлер саны 3, үздік айтпақ саны 4 оқушы. Келесі кезекте 11-ші Б сынып оқушылары, сынып жетекшісі Науанова Ғазиза Ақылбекқызы. Сыныпта 29 оқушы бітірген отыр, алтын белгіге үміткерлер саны 1, үздік айтпақ саны 3 болды. Ақылбекқызы. Сыныпта 31 оқушы құттықтауға келіп тұрғаныма қуаныштымын. Мен үшін үлкен мәртебе. Баршаңызды қала басшылығының атынан, қала әкімі Ерболат Досаевтың атынан шын ниетіммен құттықтаймын. Шында да жаңа ғана айттым, бұл толғанысқа толы керемет сәтте. Мектепке міндетті түрде енді кезге жаңа бір оқу жылының басталуында бәріміз осындай жақсылықта, қуанышта кездесейік. Түлектеріміздің қадамдарына гүл бітсін. Рахмет сізге.
Sen de қалып қойма, жүгір балам. Жаз жадырап келгенде, сұлуланып айнала, суға барып шомылып, қуанады. Балғын достар көп сенде, дем. Білім қызы келеді. Зачем купить пендерге фон баннесін? Мен қарасай? Арқамда жазылып тұр. Я первый. Арай. Білмеймін. А, вот, это я. Kan? Там баяндікі. Баяшқа. Сен жазың ба? Ja. Wie mein Starter. Почнем. Yalaman çöpte koydum. Josh. Qaysi nomni o'zgartirish? Ey! Men do'stlar qaradim. Men apayga qo'ymoq istadim. Boshqa yutuga bo'lmagandan. Suykumli qizim, men sen o'chi. Aqldasın, seni жақсы көремін, Карима апай. Жазып жібердім. Достар, мен қазір остановкада отырмын, автобус күтіп отырмын. Және де бәріміз уже тарап кеттік. Енді мен үйге барамын. Достар, мен мектептен келдім. Үйде енді бәріміз қазір шашлик жеп отырмыз. Әкеміз біздің шашлик пісірді. Қойдың етімен және тауықтың етімен өте дәмді болды. Я хочу поварку. Осына пиязбен, салатпен ұшынды етіп. Қазір мен енді баға беретін боламын. Тауыққа және қойдың етіне. Мынау бізде қойдың еті. Қойдың еті бізде кішкене аздап осындай тиіп кетті. Қойдың еті расымен де күйіп кеткен. Достар, мынау Альканың суреті. Қошқа садик кезіндегі. Мынау біздің Раяна. Привет де. Привет де. Енді қазір тауықтың етіне баға беретін боламын.
Он тоже жемчуг жатыр. Маған больше тауықтың етін ұнап айтты. Жаз басталса, өстіп біз бәріміз далаға шығып, таза ауада тамақ ішеміз. Мына бізде қойдың екінші партиясы. Достарына май екен. Қойдың майын жоқ қойдым. Достар, егер де сіздер де шашлык жақсы көретін болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Қой жеп отырмын. Қой. Мен ойымша, окрашкадан қарағаннан больше тәттірек, дәмдірек. Мынау қой. Өте күшті. Қараңыздар, достар. Өстіп далада пісіріп жатырмын, әкем.